Саламатсыздар балалар. Бүгін біз математикадан 109 сабақтағы бөлшектер және бөлшектерді салыстыруды өтеміз. Яғни бұл жердегі мақсатымыз алымдары бірдей немесе бөлімдері бірдей жай бөлшектерді салыстыруды үйренеміз. Алымдары бірдей деген сөз міне. Мен қазір жазып дайындап қойдым сендерге. Алымдары бірдей деген сөз біз алымдары бірдей міне. Алымдары бірдей және бөлімдері бірдей бөлшектерді салыстыруды үйренеміз. Бірінші мен талдап өтейін сендерге. Мына төбесінде тұрған, бірінші төбесінде тұрғандарды алымы деп атаймыз. Одан кейін мына сызық бар ма? Екі сызықты бөлшек сызығы деп атаймыз. Және сол бөлшек сызығының астында тұрған бөлімі деп атаймыз. Мына бөлімі. Бұларды жалпы қарап отырсақ, мынау төбесінде мынау екеуі бірдей сан, ол өзі қалады. Мынаның қайсысы үлкен, сол артық болып тұр. Бұны дұрыс бөлшек деп атаймыз. Түсіндік пе? Өйткені бұл дұрыс, расында да 4 3-тен не? Көп, Міне 4-ке қарай қарап тұр. Бұны дұрыс бөлшек деп. Бұл жер дұрыс жазылған. Енді осыған қарама қайсы бұрыс бөлшек шығады. Бұрыс бөлшек дейміз, міне бұрыс бөлшек деп қасына жазып қойдым. Бұрыс бөлшек қай кезде болады? Оның бөлімдері кіші болады, астына түсіп кетеді. Алымдары және әртүрлі болады. Ал бөлімдері, төбесіндегі алымдары бірдей болады, және олар үлкен болады. Бұны бұрыс бөлшек деп атаймыз. Және ережеге сүйенсек, бірінші бөлімдері, міне, бөлімдері бірдей. Екеуі де бірдей ма? Бірдей. Екі бөлшектің, мына екі бөлшек, мына бірінші бөлшек, мынау екінші бөлшек. Қайсының алымы кем болса, мынау кем ба, мынау кем ба? Яғни 3 кем, кем болса, сол бөлшек кіші болады. Кіші деген оған қарамай қалады. Мына жаққа қарап кетеді. Көрдіңдер ме? Сонда мына қайсысы кем болса, сол кіші болады дейді. Былай қарап кеттік. Енді оқылған кезде былай оқылады. 12-ден 4 бөлшек, 12-ден 4 бөлшек артық 12-ден 3-тен. Түсінікті ме? 12-ден 3 бөлшегі. 12 бөлшектің 4 бөлшегі одан қандай? Артық. Енді келесі салыстырғанымыз, ол кезде алымдарын салыстырамыз. Енді алымдары бірдей. Алымы төбеде тұрады, алымы бірдей. Екеуі де 12. Екі бөлшектің бірінші бөлшек, екінші бөлшек. Екі бөлшектің қайсысының, мынаның ба, қайсысының бөлімі үлкен болса, бөлім деген астында тұр, сол үлкен мынау ғой, 4 болса, сол бөлшек кіші болады. Кіші болса, соған қарамайды. Теріс қарап арғайға қарап кетеді. Көрдіңдер ме? Мынаған қарап кетті. Мынау үлкен болып кетті. 3. Мынау кіші болып қалды. Енді оқылғанда 4-тен 12 бөлік кіші 3-тен 12 бөлшектен. Түсінікті ме? Сонда өстіп оқылады. Салыстыру деген қандай? Бұл жерде де байқап тұрсаңдар, мынау дұрыс бөлшек. Өйткені бұның бөлімі астында тұрады, үлкен болады бөлімі алымынан, және екеуі бірдей. Екі бөлімде бірдей. Мына жерде алымдары әртүрлі, бірақ қай алым сан үлкен, яғни 4 үлкен ба? 4-ке қарап тұр. Міне екі ауызы 4-ке қарап тұр. Значит, үлкен деген белгі. Мына жақ үлкен деген белгінің екі ауызы сол санға қарай қарайды. Мына яғни 4. Ол расында да 4 3-тен үлкен ғой. Үлкен. Бұл дұрыс бөлшек. Түсіндіңдер ме? Және салыстырғанда, мына бірінші бөлшек пен екінші бөлшекті салыстырғанда, қай алымының қайсысы үлкен, қай жақтың алымы үлкен, сол бөлшек үлкен болады. Түсіндік пе? Ал мына жерде де сондай. Қайсының алымы, екеуі бірдей ғой, бөлімдері әртүрлі. Қайсының бөлімі үлкен, мына үлкен болса, сол кіші болып қалады. Түсіндік пе балалар? Міне осылай салыстырамыз. Сабақты түсінген болсаңдар, келесі сабақта да басқа жұмыстар жасаймыз. Менің каналыма тіркеліп, келесі сабақты да қарауды сұраймын. Ал енді балалар, бүгінгі сабақты меңгерген болсаңдар, осы 5-ші тапсырмадағы бөлшектерді салыстыруды барлығын орындап, астына комментарийға жауап жазыңдар. Мен тексеріп, сендердің қаншалықты меңгергендеріңді байқаймын.